Дәуіт пайғамбар баласы Сүлейман пайғамбарға Алланың ол екеуіне сәлемі болсын айтқан өсиет сөздерінде былай деген: әй балам, келесі үш нәрсе адам баласының тақуалығының белгісінен деген. Біріншісі, мойнына артылған қандай да бір істі шынайы түрде тәуекел ете отырып атқаратын болса, міне сол адам баласының тақуалығынан екен. Яғни ол істің қандайына қарамастан және оның нәтижесі, қорытындысы немен аяқталатынына қарамастан шынайы түрде Аллаға тәуекел еткен құлы адам баласы ол шынайы түрде тақуа болып саналады екен. Және екіншісі, адам баласына Алла тағала қандай да бір ризық несібе берген болса, соған шынайы түрде риза болу. Бұл турасында Құран кәрімде Алла тағала былай деген: Алла тағала кімді қаласа, оның ризық несібесін арттырады және кемітеді деген. Осы орайда адам баласы, соның ішінде момын мұсылман, әрдайым Алланың бергеніне шынайы түрде разы болатын болса, демек оның жүрегінде тақуалығы бар деген сөзді түсінеміз. Және үшінші тақуалықтың белгісі Дәуіт пайғамбардың айтқан сөзіндегі, өсиет сөзіндегі. Ол дегеніміз, Алла тағала қандай да бір сынақ жіберген болса, көркем түрде сабырлық ету керектігі туралы бізге айтқан болатын. Яғни пайғамбарымыздың хадисімен бұны ашықтап түсіндіретін болсақ, ардақты пайғамбарымыз былай деген: момын мұсылманның жағдайы қандай жақсы? Басына егер жақсылық келетін болса, ол сол жақсылыққа Аллаға шүкірлік етеді және оның жасаған шүкірлігі өзіне жақсы. Ал қашан Алла тағала тарапынан бір қиындық келетін болса, ол сол қиындыққа сабырлық етеді, сол сәтте сабырлық етеді және оның жасаған сабырлығы өзіне жақсы деп айтқан болатын. Осы орайда Алла тағала адам баласына, құлына жіберген қандай да бір сынаққа қарамастан шынайы көркем түрде сабырлық ететін болса, бұның өзі тақуалықтың белгісінен екендігі туралы Дәуіт пайғамбарымыздан біз естіп біле аламыз. Сондықтан біз де осы өсиет сөздерге құлақ асып, барынша тақуалықтың сипатына ие болатын құлдардың қатарында болуымызға, әрекет етуімізге Алла тағала баршамызға нәсіп еткей. Ва ахири дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.